Құрметті қазақстандықтар, біз 30 адамнан артық жиналғанымызға кешірім сұраймыз. Біз енді жиналмаймыз десең. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш құрметті достар. Бүгін бізде YouTube'да жаңа проекті, жаңа пранк түрі, ерекше пранк түрі. Бүгін қазір неше түрлі адамдарға звондап, телефон пранк телефон пранк жасайтын боламыз. Алда өте қызықты жағдайлар болады қазір. Барлығын видеоны до конца көріңіздер. Енді мен қасында отырған өзімнің достарыммен таныстырып өтейін. Мына жақта отырған жігітті қазір соңында таныстырамын. Қара жігіт отырған Әділет есімді менің бауырым, менің екінші әйелім десең. Нони. Шын есімі Нұрғали. Жан десең. Нұрғали есімі менің жақын бауырым. Жаным десең. Одан кейін отырған менің тоже жақын бауырым есімі Сәбден. Сабо деп еркелетеміз. Кейінгі отырған тоже менің жақын бауырларымның бірі есімі Айдос. Өз арамызды Сабина деп еркелетеміз. Және достар, каналға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Біз көп создырмай видеоны бастаймыз. Ол емес, брат, ол емес. Той орталықта. Той орталығы? Типа той жоқ қой. Той жасайын деп жатыр анау деп, ә? Үйде той жасайын деп жатыр. Бәрі қазір үйдің ішінде ғой. Ше, кетті ғой. Тамада болып па? Тамада болып бастайын ба? Алло. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Дүбі-дүркі. Керегесі алаш. Нағышылар оң жақтан қолымызды көтерсек, сол жақтан жегжаттар қолымызды көтерсек, бір қол шапалақта барып қойғат. Бірекелі. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар, аман ба бәрі? Жақсы, Аллаға шүкір. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Шапқылап жүрміз екі ортада қазір Талғарға қарай кетіп жатырмыз. Новия шеккеге. Олай болса, біз әрме қарай өзіміздің дүбірлеген тойы думанымызды жалғастырып отырайық. Аға, сіздің есіміңіз Сағыныш па? Сағыныш Сенбі. Қалай? Сағыныш атым Сенбі, атамның аты. Аха, толықтай Сағыныш Сенбі. Өзімнің атым Сағыныш. Өзіңіздің атыңыз Сағыныш, атаңыздың аты Сенбі. Иә. Апаңыздың аты кім? Апамның аты Мәсімжан. Бәрекелді. Мынау енді менің есімім Байғали. Иә. Атам аты Мәжит. Әпкем аты Арай. Ой, айнабай. Аха. Құдаларымыз бар. Ол кісілердің атын айтпақ қойын енді. Енді іске көшейік. Иә, тыңдап тұрмын сізді. Сізді жаңа бір жігіттерден номеріңізді алып едім, той ұйымдастырады дейді ғой. Той ұйымдастырмай, мен тойға шығам, асаба әншімін ғой. Аха, біліп отырмын ғой енді, ол жағын түсініп отырмын. Мен енді өзімде начинающий тамадамын, енді бастап жүрген. Жаңа да байқап отқан шығарсыз. Ассалаумағалейкум деп. Дикциямды көріп тұрсыз өзіңіз. Дикциям әдемі екен, қазақи өзі, күшті құлаққа жағымда. Мен орысша, қырғызша, қытайша, французша басқара берем. Кеше қызық болды аға, бір тойға барам жаңағы. Кіріп қасам, бірдей қытайлар ғой барлығы. Сонымен тұрдым дағына, цың оашыңғы лайы хаңғы өті, цың дебем, атып бір құдағы шықса бола ма? Апыр-топыр билейді, сөйтсем, құда француз ғой. Оған тұрдым дағына жетем, бәғжөлек деғілек, дөтіғі, мерси дебем, құда құладыға тәңілді. Деп күлетінім бар аға, айып етпеңіз. Енді іске көшейік көге. Менің тойыма жаңаға өзімнің жақында ұлымды сүндеттегем. Қазақтың бір міндеті ғой, өзіңізді білесіз. Соған енді кішігірім енді ұлыма бір той жасап берсем деп отырмын. Ұлыма бір той жасасам деп отырмын, өзім қотырмын десең. Сонымен жаңағы аға енді біліп отырсыз, сізді асабағып жалдасам. Күні қай күн болады, Құдай қаласа? Құдай қаласа енді нақты күн неғып тұрмыз, бір
тура осыдан бір аптадан кейін жасасақ па деп отырмыз. Енді білерді мәселеге көшейік. Сізде нелер бар жалпы? Комплектіңізге нелер кіреді? Музыкантым бар. Не керек сізге? Бәрі бар ғой, қойға қатысты бәрі бар. Аха, музыкантыңызда ана өлең бар ма? Ауына дейтін. Бар ғой, екі рет бар ғой өлеңді. Естілмей қалдым, қандай өлең бар дейсіз? Бар, деген бар жаңа өлең. Чо деген бар ма не? Онда сізді алдық. Бар, екі рет бар ғой өлеңді. Дейді. Ана өлең бар ма? Дейтін. Шынымен ба? Өлдіреді келем? Бар ғой. Аға, мынау қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Айна, ол менің жалғыз досым, неге десеңіз, мен жылағанда ол күлмейді дейді ғой қазақ. Содан бір тағы бір жақсы сөздер бар. Сен мені мың жерден жеп көрсең де, мен сені жақсы көрудің мың себебін тауып аламын дейді ғой атам қазақ. Сіз айтсаңыз, музыкант екеуіңіз қаншаға келесіздер? Музыкант балаға қолына 20 мың бересіз, маған 50 мың бересіз, бұл 70 мың, қазір басқа баға жоқ. Бәрекелді. Осы бір қымбат айтып қоймаса екен деп тұрам, бір әдемі баға екен. 70 болса, 70 болсын онда. 70 болсын, той біткеннен кейін баня сізден болсын. Карантинде баня жауып қалса далада жүрмейік. Жоқ, мен үйімде баня жағам ғой. Сіздің үйде ба? Онда болды, баня сізден болса, арқа десіп берем, сізден болсын. Еще арқам десіп берем дейсіз ба? Көке, келістік онда? Болды, енді мына карантин уақытында ол жасыратын жоқ. Қазір біз енді тойға шыға алмаймыз, ренжімеңіз. Мен сразу айтайын, ол қазір рұқсат жоқ. Карантин бітсе мен барып берейін. Карантинде болмайды деді ғой. Кеше министрдің орынбасары айтты. Біз енді бүгін соңғы тойымызға шықтық, ол ертеңнен бастап жоқ. 2 апта бітсін, содан кейін барып берейік қазір. Үкіметке бағынбасаң тағы болмайды. Дұрыс айтасыз. Енді мына көке, сізде дұрыс айтып отырсыз негіз. Мына карантинде тойға бармаймын деп жатсыз ғой. Мен де былай ойлана келе негіз мынау Қазақстанның заңына қайшылыққа шықпай, мен де ұлымның тойын кейінге қалдыратын болдым. Тойды жасамаймыз, той біткеннен емеске хабарласам, біз қазақ елімен біргеміз. Дұрыс, рахмет. Сен осы WhatsApp болсын, нең бар ма жаңағы осыда? Бұл көлік жүруші Иван. Бұл көлік жүруші Иван. Бұның шіләгісі неде десеңгіреп тұр. Бұл стриптті шыннада. Өз жұрт болғаныр ғой. Базар жоқ деген деген. Теманың бәрін түсіндігіне базар жоқ біледі. Өз тамада болған енді біліп тұршы негіз прикол екен ше, базар жоқ. Ал достар, біз әрмен қарай жалғастырамыз. Бізде келесі кезекте бір кісі жылқы сатам деп салып қойыпты. Сол кісіге звондайтын боламыз, кеттік. Алло. Ассалаумағалейкум аға. Уалейкум ассалам. Жылқы сатам деп салып қойыпсыз ғой? Иә, жылқы. Айғырлар ғой. Аха. Саған соғын ба әлде? Неге ма? Мінуге ма? Бұл жерде енді бір қызық жағдай болып тұр аға, енді бір ұят болса да айтайын. Мына сіздің жаңа фотода аппақ жылқы сол сіздікі ғой да? Айғырды айтып тұрсың ба? Аха, аппақ. Иә, Картинка емес, кәдімгі өзіңіздікі ғой, иә? Иә, өзімдікі ғой. Әдемі екен да аға ше. Соған мен ойлап отырмын, менде бір жақсы бір сұлуда сымбатты бием бар еді да. Соны ойлап отырмын да, сіздің жаңа айғырыңыз бен мен биемнің екеуін бірге қосып ұрық істесек деп ше, бір жақсы бір дүниеге шыр еткізіп бір жақсы құлын келтірсек деген ой ғой. Әңгімен жібересіңдер, болады ғой. Бір сөзбен айтқанда енді сізде ұл бар, бізде қыз бар деген сияқты болып тұр ғой, түсіп тұрсыз ғой. Болады ғой негізі. Соғын ба емес сол былай? Ұрыққа ғой, брат, түсініп тұрсыз ғой өзіңіз, ұрығына алып атсақ соны. Болады ол, ауылдың брашикалары да не істеп жүр ғой, биелерін алып келіп қосып жүр ғой. Қойып. Иә, жақсы нелер шығады одан. Көкпар жылқы ғой. Болады ғой негіз, братан, бірге істесек, иә? Братан, енді тағы да бір сұрақ болыпты енді. Айып етпесең, жаңағы енді жылқың
әңгімесі жоқ екен да, бір пародасы да жақсы екен да, несі. Сол ойлап отырмын, жаңағы үй жақта мына бір-екі ешегім бар еді ғой. Ешек не что? Бие ғой, айғыр мен ешек қалай болады екен? Қашып көрсеңдер бұрын Алло. Алло. Естілмей кетті ғой. Мынау ойлап отырмын да, сол жаңа сіздің мынау айғырыңызға мен бір-екі бір ешегімді апарып жаңа ұрығына басамын деп ше. Группаға ғой дейсің бір. Бие ма ешек па? Сен не темамен звондап тұрсың бауырым? Алло. Бие ма ешек па? Конкретно биелерің болса, бауырым содан кейін нақтылап не істеп хабарлассаңдаршы. Жоқ, братан, ренжімеңіз. Жоқ, ренжімеңіз, братан. Жоқ, братан, прикол емес бұл жерде. Былай ғой, енді әңгіменің ашығын айтайық. Ақша жағынан қысылмаңыз, қанша сұрасаңыз да береміз. Ақша сол ауылдағы брачкалар, енді брачка болғаннан кейін 5.000 теңге, 10.000 теңгесі бар. Башка демекісі бар. Негізі 20-30 мың теңге ғой бауырым. Болды, братан, ол ақша жағын айтып отырмын, проблема емес. Оның бар жағын жаңағы темекісінде, шай-пайында қойып береміз. Енді жоқ, расымен енді, братан, шынымен жаңағы бір-екі ешекті де ұрықтандырып алсақ жаңағы сіздің. Сендер қашар алайын деп тұрсыңдар ма, не алайын деп тұрсыңдар өзі екен. Жоқ, бір сөзбен айтқанда метис қылсақ па деп жатырық та. В общем, көрсеңдерші, маған ақшасын берсеңдер болды. Сиырға қашырасыңдар ма, қойға қашырасыңдар ма, главное ақшасын беріңдер ма, брачка. Жоқ, братан, біз ойлап тұрық та. Айтып атсыз қой енді, жылқың болса да, атың болса да, қойың болса да кез келген нәрсеге ақша. Алло, естірсі братан? Не дейсің? Айтып атсыз қой, кез келген мал болса да, не болса да ақшасын берсең, любой нәрсені ұрықтандырып берем деп атсыз қой. Соған енді бұл қалай болады екен, өзімді білмей отырып, бір-екі штук тауығым бар еді ғой, братан. Бауырым, сен өзің несі кім? Қайсыларын Мұхтар, сен ба прикол соқтыр ба? Алло. Братан, бұл негізі күлетін нәрсе емес бауыр. Бұл жерде просто қоразы қайтыс болып кеткен, братан. Сен мына жақтан не айтып отырсың, братан? Жоқ, братан, ассалаумағалейкум, тағы да ренжімеш, братан. Мен Алейкум ассалам, кім бұл? Есімім Алмас, братан. Алмас Есенхан, бізде ютубта каналымыз бар, кіріп көрсеңіз өзіңіз түсінесіз, біз пранк түсіріп отқанбыз ғой. Айып жоқ па, братан? Айып жоқ па, ютуб полный салайын деп жатсыңдар ма сендер? Сасақ па деп отырып қой енді, братан. Ұят болып қоймай ма? Жоқ, братан, сіздің түріңізді ешкім көріп отқан жоқ қой. Все, давай, жаңа ойландыр. Базы жоқ, братан, әңгіме жыртады кетсін, братан, қой-пойың болса да ұрықтандырып берем дегеніңіз өтті бар ғой. Енді бізде ауылда сол ғой жұмыс. Дұрыс, братан. Ауылда сол жұмыс, түсінесіңдер ғой. Есіңіз кім өзіңіздің? Талғат қой. Все, танысқаныма қуаныштым, тәке, братан. Аха, жақсы бауырым. Жаңа тоғым звондайсыңдар ғой? болды, құдай қаласа звондаймыз, братан. Ау. Жоқ, расымен де, братан, шынымен жаңа бір-екі тауықты ұрықтандырып алсақ, братан. Все, братан, давай. Базар жоқ. Сонымен қатар достар, менің инстаграм парақшама да тіркеліп кетіңіздер. Бұл жақта мен ютубтан бөлек басқа да қызықты видеолар салып отырамын. Ал достар, кеттік біз әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі кезекте біз студияға звондайын деп тұрмыз. Кәдімгі звука запись жазатын, дауыс жазатын, өлең жазатын студияға звондаймыз. Фонограмма жазатын. Алло, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Алишер ме екен? Иә. Аға, мен анау сізден бір кісіден алайын номеріңізді, студияңызға барайыншы деп едім ғой. Аха. Қанша теңгеден жазасыз аға бір записьті? 5.000 ғой бір дауыс. 5.000 ба? Аха. Жақсы екен ғой. Қашан боласыз жұмыста аға? Почти күні ғой, үйдемін ғой. Үйде ғой студия. Сосын жаңа мен анау таныс әпке айтып жатыр да, ол жігітке кәдімгі дайындалып бармасаң, андай айтамай тұрсаң, қайта жібереді дейді да сізді. Аха. Соны аға, мен сізге қазір осы телефонмен бір шумақ айтып берейінші, соны сіз айтсаңыз ертең келме деп, е? Көрейін, аха. Қай өлеңді айтасың?
қазір. Шапалақты ұрып қаспенен, атқандай болды менің қас күнім. Көріп сенің солу көздеріңді, кетіп қалды мына бас деген қалқам. Иә, апырау, мына менің жерім бе, елім бе, бауырым ау. Әйелім қайда, балаларым қайда, артымда қалған ұрпақтарым ей. Шәже жарар, өткен күн оралар ма? Алло. Болам аға? Сенікі не болып кетті, ән болып кетті ма? Аға, біздің көрініске еді ғой. Болатын сияқты, я? Анау, көрініс ойнайын деп жатқанымызда заманауи. Басында, короче, осы ана шапа, қазір Қайрат Нұртастың Аргонияның өлең шықты, білесіз бе? Иә. Шапалақ тұрып қаспенен осымен айтып келе жатамын да, короче, артынан резко шапан киіп аламын да. Апырой, бұл менің ауылым ба деп, андай сөздерін қазір жаттаған жоқпын, соны бірге жазу керек қой. Болады, я жазамыз ғой. Аға, сосын тағы бір сұрақ, қолыңыз бос беді негізі? Айта бер, пока. Аха, сосын жаңағы анау шапалақ тұрып қаспенен айтам, артынан өлең оқимын, сосын мына жері келе ма келмей ма қараңызшы, аха. Апырай, я қалқам, Атыраудың Алтайынан келіп отқан шайымыз бар. Сен папа полюбила, парня наманила, бродягу полюбила, да полюбила. Ой, Атырау қалғыр, қалқам-ау, бродягу полюбилаң не? Айны қазақ үйіміз қайда, даналығымыз қайда, полюбилаңды қоя қой қалқам. Қалай аға? Болады. Әдемі қаға, я? Иә. Осын, сон, сізден сұрайыншы дедім, бола ма, болмай ма, алдын алашы. Кетсінші соқты, студияда тағы да көреміз ғой, походу. Аха. Мен бірақ ағым кішкене былай ұялатын бар еді қазір енді үйде болғаннан ұялмай айтып отырмын да, қасымда мамаммен барсам бола ма? Болады. Өзің білесің, кіммен келсең де. Иә, мамаммен барамын да, аға. Болды, хорошо. Аха, мамам айтам ғой, баратқан кезде сүт алып береді, сон. Неге сүт ішіп ап, айтса дауысы ашылады ғой аға да? Әлі. Студияға барған кезде өлең айтатын алдында сүт ішіп алса дауысыңыз ашылады ғой, Иә. Сізге де ала салайын баға? Алмас. Ау? Сенсің ба? Қойдың ғой мен сен де. Қалай? Сүтіңді завод етіп қойды ғой. Басқа нәрсе таппай қалдым ба десе, қалайсың, братан? Жақсы, қалай. Аллаға шүкір аман есен, братан. Осы бір кішігірім не ағып отыр едік қой, пранк істеп отыр едік қой. Студиядан саған не алып отқанымыз ғой. Все, братан, онда. Что бәрі, братан, ертең барам, братан, дайындал. Все, братан, давай, от души. Давай. Құрметті достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Арнаға жазылып, колокольчикті басып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Есенхан Алмас, және де менің құрбы-құрдас жолдастарым деп қояды. Достар, егерде өздеріңіздің бір жақсы бір идеяларыңыз болса, бір компания болсын, я болмаса бір достарыңыз звондау керек болса, менің Instagram парақшамның дайрегіне жазсаңыздар, соның ішінен ең үздік шыққанын түсіретін боламыз. Келесі аптаға дейін қызықты видеоларды күтіңіздер. Сәттілік. Күтіңіздер. Жаным, сөйлеп қояды. Сөйлейді. Әку бер. Болды осы. Бүттігі аушы. Бітті ма осымен? Один негізбет. На, тұрып тұр істейсей. Сөйтейін ма? Кішен бөлек болсын да. Ой, бай, жаным. Не істейміз? Бәрі болады. Айтшы. Шыққан сайдан ма? Қалай істейтін көрсем ма? Өліп жүрмін.